Маңғыстауда мұнай қалдықтарымен ластанған 10 полигон толықтай тазартылды. Тазартылған аумақтар мемлекеттік бақылау органдарына тапсырылды. Бұл туралы бүгін Маңғыстау облысы бойынша экология департаментінің ұйымдастыруымен өткен жүрмелі баспасөз жиында белгілі болды. Айта кетейік, аталған іс-шара Қазақстан Республикасының экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі мен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамның арасындағы қоршаған ортаны қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы меморандум аясында өткізілді. Бүлінген аумақты тазартуға аталған өндіріс орны есебінен 7 миллиард 283 миллион теңге көлемде қаражат бөлініпті. Барлық талаптарға, экологиялық талаптарға сәйкес жүргізіп жатыр. Өйткені бұл жұмыстың басталғаннан және аяқталғанға дейін департамент мамандарымен тиісті қадағалау жұмыстары жүргізіледі. Яғни заң бұзушылық болған жағдайда біздің тарапымыздан әкімшілік құқық бұзушылық кодекс бар, экологиялық кодекс бар, басқа да сот органдарына жүгіру арқылы біз ондай нелерді болдыртпаймыз. Бүлінген аумақ жергілікті қоғам белсенділерінде назарынан тыс қалмады. Өйткені Маңғыстаудың экологиялық ахуалына едәуір әсер етті. Себебі кеңес дәуірінен бері ашық аспанның астында тазартылып жатқан мұнай қалдықтарының көлемі 47 гектарға жеткен. Ал қазір министрліктің жүйелі жұмысының нәтижесінде бүлінген аумақтың 6 гектары толықтай тазартылды. Бұл жердегі кеңес заманынан қалған мазутталған топырақты залалсыздандыру бойынша атқарылып жатқан жұмыстармен таныстық. Яғни сол жұмыстар нәтижесімен жақсы әсерде болдық. Себебі жер тазаланып, топырақ пен мазут ажыратылып, сондай бір көрініс көрдік. Яғни бұл жұмыс жалғаса берсе, жеріміз тазаланады деген сеніміміз бар. Айта кетейік, мұнай қалдықтарымен ластанған топырақ қайта өңделіп мемлекетте берілді. Компания бұл тазалау жұмыстарын әрі қарай жалғастырамыз деп уәде етті. Сөздерінше толықтай тазалау жұмысы 2024 жылы бітпек. Бүгінде өндіріс орны барлығы 350 мың тонна мұнаймен ластаған топырақты тазалады.